Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Мына поршенға кольцаларды қалай отырғызу керек, сол жайында видео көрсететін боламын. Яғни кольца үш қатардан тұрады. Бірінші маслосъемный, компрессионный, үшінші кольца өздеріңіз білесіздер. Енді солардың бағыттарын қалай отырғызу керек тұрсынан. Ең бастысы мынандай кольцалардың әрбір ашық жерлері бір-біріне, үш қатарды бір-біріне қарап қалмау керек. Мысалы деген маслосъемныйды саламыз. Және де бағыт қарап қалмау керек, және жанға қарап қалмау керек та. 120 градуспен мысалы маслосъемныйдың мынандай екі кольцасы бар, асты үстінде. Бір-біріне қарама-қарсы түссе, екінші екі қатарда қалған кольцалар, компрессионный сол кольцалар мына бағытта бір-біріне қарама-қарсы түсу керек та. Сол кезде стиктер бір-біріне келмейді, қарама-қарсы түспегенде уже кішкене май жеу әсер етпейді. Егер бір-біріне жаңа бір қатарға түсіп келетін болса, онда уже ұқсамайтын болады, себебі май жеп кетеді. Мысалы, және де кольцалардың қазір қалай саламыз, маслосъемныйда бұлда ешқандай бағыты жоқ, қалай салсаңыз да сала бересіз. Мысалы, ауыстырып былай сала беруге болады. Және де осыны салар кезде мұқият болған жөн, себебі бұл қатты зат болғаннан кейін, қатты зат болғаннан кейін тез сынғыш болады. Сондықтан шама келсе абайлап жаңағыдай салған жөн. Сынып кету қаупі бар. Маслосъемный салдық. Жаңағы мысалы бір-біріне қарама-қарсы бағытқа салдым. Және де мысалы мұқият болатын, ондай бір-бірін жақсы жату керек та. Қысқан кезде мұқият болу керек, себебі жатпай қалса қысып қалуы мүмкін себебі. Мына жаққа мысалы стиктің мына жаққа қарап салдым. Енді осыған стиктің қарама-қарсы салатын боламын. Және салар кезде де қайтадан дұрыстап бәрін келтіріп салуға болады. Жаңағы мысалы қазір салып қойғанмен. Жаңағы айтып өткендей, бұны мұқият салған жақсы, себебі сынып кетуі мүмкін. Қызым не болды дейік? Отырам дейсің ба? Достар, мінекей маслосъемный салдық. Жаңа бір-біріне қарама-қарсы, мысалы бір жақ бір бағытта бірінші қатар былай жүрсе, екіншісі мына қарама-қарсы тұр. Екінші кольца саламыз. Және де кольцаларды қалай саламыз, мысалы екінші кольцада мынандай барлық кольцалардың көбіне екінші түсетін кольцада мынандай лишний сияқты жаңағыдай кертіші болады. Және де жоғары жағында мысалы топ деген жазу болады, оған жоғары қарап салмақ. Ал жаңағы бұл енді жаңағы қымбаттау кольца, бұл деген жаңағы қожайыны деген енді барынша салды енді. Ал енді арзан кольцаларда болады, жаңағыдай жазуы да жоқ, ештеңе жоқ мысалы. Ол кезде енді мынандай кертішінен білесіздер де қалай салу керектігін. Мына екінші қазір салатын кольцамыз, мысалы бір-біріне қарама-қарсы былай салып, енді бұны мына бағытта салатын боламыз. Яғни мынандай жазу бір-біріне қарамау керек. Және салған кезде бұл мұқият салыңыздар, себебі сынып кету қаупі болуы мүмкін. Қаттырақ тартып кетсеңіздер. Енді қиындығы жоқ салудың, бірақ сонда да шама келсе мұқиятта салған жөн. Мінекей екінші кольцамыз дайын, салдық. Мына екінші кольцаны былай қарап тұрып, үшінші кольцамыз, мінекей онда да мынандай жазу болады. Бұл енді жазуы жоғары қарап салынады. Бұда енді көрдіңіздер ме? Ешқандай кертіш ештеңе жоқ. Осындай да тек бірақ жазуы бар. Осыны жоғары қарап саламыз. Оны енді жаңа мынаған қарама-қарсы бағытта салатын боламыз. Бұл деген бұл енді салып жатқан кольцамыз Audi B4, B4 80-дікі. Және де бұл жөнінде коленвалдың клатчтарды қалай дұрыс салу керек, қандай ньютон метрмен қысу керек жөнінде мен видео салған болатынмын. YouTube каналдарынан кіріп көрсеңіздер болады, қалай жинау болатынын. Жаңа шатун мына поршендардың практикасы қалай ауыстыру керек, жаңа поршендар қалай салынады деген сияқты видео салған болатынмын. Мінекей достар, кольцамыз дайын, ешқандай қиындығы жоқ. Салудың мінекей бір-біріне қарама-қарсы бағытта жатыр. Осы бағытта енді кольцамызды салатын боламыз достар. Достар, тағы да осындай видеолар салатын боламын. Және де осы Audi B4-ге қатысты мотор жинауға қатысты видеоларды YouTube каналынан көресіздер. Және де осы YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, менің парақшамды қолдап кетсеңіздер достар, сау болыңыздар.